Бәріңізге сәлем. Бүгін мен енемнің рецепті бойынша өзбекше палау жасаймыз. Бізге керегі бір жуа, 400 грамдай сәбіз, 800 грамдай ет керек болады. Жуаны көріп тұрғандарыңыздай полукольт салып жұқалап тураймыз. Сәбізді видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқалап тураймыз. Пісіретін қазанымыз міндетті түрде түбі қалың болу керек. Қазанымызды отқа құйып, май құямыз. Майымыздың көлемі оған салынатын күрішке байланысты. Яғни, неше кесе күріш саласыз, сонша ожау май құйылу керек. Содан кейін қазанымызға етімізді саламыз. Етімізді 5-10 минуттай қызарғанша қуырып аламыз. Оттың жылдамдығы орташадан сәл жоғары болу керек. Содан кейін жуамызды салып, тағы да қызарғанша қуырып аламыз. Содан кейін дайындап қойған сәбізімізді салып 5 минуттай қуырамыз. Сәбізімізді қуырып жатқан кезде осындай болып түсі шығу керек. Палауымызға әдемі түс беру үшін 1 шай қасық қызанақ бастысын салып қуырамыз. Осы кезде тұз салсаңыз да болады, менің етім сүрленгендіктен тұз салмадым. Содан кейін 1 литр жылы су құямыз. Оттың астын орташадан төмен қылып, етіміз піскенше жарты сағаттай қайнатамыз. Етіміз пісіп жатқан кезде күрішімізді дайындап аламыз. Сорпа ішетін кесемен бетіне дейін жеткізіп, 4 кесе күріш салдым. Күрішімізді салқын суда 3-4 рет шайып аламыз. Мінекей етіміз де пісіп қалды, суы да тартылған. Енді күрішімізді салып, үстіне салқын су құямыз. Судың көлемі күріштен 1 елідей асып тұру керек. Осы кезде оттың жылдамдығын жоғарыға көтереміз. Видеода көрсетілгендей қасықпен осылай арасын тесіп қоямыз. Дәмін татып қарап, тұзы кем болса саламыз. Күріштің суы тартылғанша осы әрекетті қайталап тұрамыз. Күрішіміз осындай болып, ақ түсті болып жарылуы керек. Күрішіміздің суы тартылып, осындай болып жарылған кезде бір мешокты алып, ортасынан ашып, осындай етіп бетіне саламыз. Оттың жылдамдығын ең төменгі деңгейге қойып, қазанның бетін жауып 20 минут бұқтырамыз. 20 минуттан кейін қазанның бетін ашып, пакетін алып, ішіндегі күрішті аударамыз. Күрішін аударған кезде ішіндегі етін осылай шығарып аламыз. Күрішімізді осылай етіп аударып араластырамыз. Астындағы сәбізбен араласуы керек. Одан соң етімізді қайтадан бетіне салып 15 минутқа бұқтырамыз. Бетін қайтадан манағы мешогымызбен жабамыз.
15 минуттан кейін қазанымызды ашып, ішінен бірінші етімізді шығарып, одан кейін өзіңіздің салатын табақшаңызға күрішімізді салып аламыз. Күріш өте шашыраңқы болып, және керемет дәмді болып піседі. Таза рецепт бойынша жасасаңыз, күрішіңіз міндетті түрде бір жасағаннан ақ шығады. Осылай етіп етін турап, күріштің үстіне қоямыз. Ас болсын.